міне 6 жұмыртқаны бөліп та болдық, оларды қосып та болдық. Енді бізді осындай формамызға салуымыз қажет. Не салып болдық. Аяққа келгенде осыны 180 градусқа пісіруіміз қажет. Біздің бисквитіміз пісем дегенше біз оның кремін жасай берейік. Ол үшін 100 грамм маймен вареный сгущенканы қосуымыз қажет. Кремді араластырып болдық. Қорытынды былай шықты. Енді біз бисквитімізді шығаруымыз қажет. Осылай тортымыз аяқталды. Біз деген шоколадтың ерітіндісін үстіне құйып, және де арнайы тортқа арналған безендіргішпен безендірдік. Астан-сәнді болсын, сау саламатты болыңыз.